Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қабдеш Жұмаділов ұлт тарихын көркем сөзбен өрнектеп, халық тағдырын шығармаларына арқау еткен бірегей тұлға. Биыл қазақ руханияты ірі қайраткерінің 90 жылдық мерейтойын атап өтуде. Оның өмір жолы мен шығармашылық мұрасы ел тарихы мен ұлт тағдырымен біте қайнасқан тағылымды шежіре. Ұлтын сүйген ұлдың ұлы істерін ұрпаққа үлгі ету жолында 2026 жылы бір ел бір кітап акциясы қазақ дарабозының тағдыры кітабын оқырманға насихаттау үстінде. Қабдеш Жұмаділов шығармаларында елдік сана, ұлттық болмыс, тарихи жады мен адам тағдыры терең суреттеледі. Қаздар қайтып барады, көкейтесті, соңғы көш, атамекен, тағдыр, дарабоз, қылкөпір, таңғажайып дүние секілді еңбектері оқырман қауымның жоғары бағасына ие болды. Әсіресе Шыңжаң қазақтарының өмірін арқау еткен соңғы көш, атамекен және тағдыр романдары ұлт тарихының көркем шежіресіне айналды. Бұл туындыларда туған жерге деген сағыныш, азаттық ұмтылыс, халықтың рухани беріктігі мен өмірлік күресі шынайы бейнеленген. Қабдеш Жұмаділовтың еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағаланды. Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына ие болып, Қазақстанның халық жазушысы атағын алды. Сонымен қатар парасат және екінші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Бұл марапаттар қаламгердің әдебиет пен қоғам алдындағы өлшеусіз еңбегінің заңды жемісі болды. Жазушының шығармалары бүгінде бірнеше шет тілдеріне аударылып, халықаралық деңгейде танылып отыр. Оның кітаптары арқылы әлем оқырмандары қазақ халқының тарихымен, мәдениетімен және тағдырлы кезеңдерімен танысуда. Бұл қаламгер мұрасының өміршеңдігін айқындайтын маңызды көрсеткіш. Қабдеш Жұмаділов қазақ көркем сөз шебері ғана емес, ұлттық рухани көшбасшыларының бірі. Оның шығармалары өткенді тануға, тарихи сананы қалыптастыруға және отансүйгіштік қасиеттерді дәріптеуге қызмет етеді. Қаламгердің өнегелі ғұмыры мен бай мұрасы жас ұрпақ үшін әрдайым тағылым мектебі болып қала бермек. Халқын шексіз сүйген дара дарынның есімі мен еңбегі қазақ әдебиетінің тарихында мәңгі сақталары сөзсіз.